Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум, марма қазақ масқара. Тоқал шындықты айтты. Болаттың маскасы шешілді. Егер осы жаңалық сізді қызырақтығын болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, біздің күн бойына жасаған еңбегімізді бағалай кетіңіз. Ал онда біз бастадық. Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы әнші Динара Әлжан уақыт көрсетеді бағдарламасына берген сұхбатында өзінің есірткіге тәуелді болғанын және осы әрекеттерінен кейін Болат Назарбаев оны тастап кеткенін айтты деп хабарлайды kun.kz тілшісі. Динараның айтуынша, оны бұндай ортамен танытылған әнші Кентал. Кентал кейін мені шоу-бизнесте жүрген адамдармен таныстырды. Көбіне орыс тілді орта еді. Мейрамханада отырдық. Жассың ғой енді, ішсеңші. Шарап іштім, мас болып қалдым. Әжетханаға бардық. Тазала сүреп, телефонын қойып, ана нені жасады. Мынаны іске бірден есіңе жиясың, деді Динара. Динара өз ойында артық ештеңе болмағанын, бір рет қана көріп кейін қойып кетемін деп ойлағанын айтты. Мен мұндай кинода көргем. Ол қызға қарап отырып, шоу-бизнесте жүрген адам. Ештеңе болмайды деп ойладым. Бір рет көргенімде сендім. Көрдім. Мастығым басылды. Кейін тағы кездестік. Үйіне шақырды. Басымды тегіс апардым. Бізді тамашалап, осы турсындағы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кеткеніңізді ұсынамыз. Сізден бір ғана лайк бізден есе күн бойына жеткізілген жаңалықтар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.